Үйіңіздің көңілдесі бар, пәтер алып берген, көлік алып берген, қымбат шуба, бриллиант барлығы қазір соның үстінде. Маған өте ауыр. Мен өлем деймін. Секіріп кетуге дайын болғам. Жезөкшелерге барғаны жеңілмеді. Өте қиын болды, себебі шетелге барып келген екен екеуі. Қандай жаман өзіңіз іштей тынып, соның барлығын көтеріп жүру деген енді. Бұл тақырыптың басталғанына 14 жыл болды. Арамызда қалатындай ешнәрсе қалған жоқ. Сізді ең қатты жүрегіңізді жаралаған, оның сізді сүймей кеткені ма? Екінші әйелі ма? Қазір көпшілік балалар сағынады, фотоға түсіп, папаға жібер дейді. Папасына ол фото қызықты емес. Папасына ол фото жібере алмаймыз, себебі блоктамыз бәріміз. Адамдар қалай бұндай дүниеге барады? Әлі де жақсы көресіз ба? Тұрсынбекпен өткізген әдемі сәттер сағынам. Махаббатқа толы жылдарды сағынам. Кездесейік деп жаздым, себебі мен оны сағынып тұрам. Біріншіден кешірім сұрап келген Тұрсынбек жоқ. Сонымен Тұрсынбек Қабатовпен заңды түрде ажырастыңыздар ма? Бір күні SMS келді Тұрсынбектен. Сонымен не істейміз, ажырасамыз ба деп.